Баршаңызға сәлем. Бүгін песочный пирог жасайтын боламыз. Сары майымызға тұзымызды саламыз, және де разрыхитель, ұнымызды, сахарная пудрамызды немесе қантқа алмастырсаңыз болады. Осылай езгілеп аламыз барлығын. Езгілеп болғаннан соң екі жұмыртқамызды араластырып құямыз, және де қамырымызды иелейтін боламыз жақсылап. Қамырымызды иелеп екі бөлікке бөлеміз. Домалатып алып, жарты сағатқа холодильникке қалдыратын боламыз. Пакетке салып қойып қоямыз. Жарты сағат өткеннен соң үлкен қамырымызды алып жайып аламыз. Мен жіңішке қылып жайып жатырмын. Енді формамызды дайындап үстіне қойып шығамыз. Және де жан-жанын кесіп алып тастайтын боламыз. Егерде пирогыңыз биік болғанын қаласаңыз, ол кезде жан-жанын алмай барлығын осы формаға қалың қылып жайып шығатын боласыз. Мен жіңішке болғанын қаладым, сондықтан осылай қалған керек емес бөлшектерін алып тастайтын боламын. Осылай шет-шетін жабыстырып қоя тұрамыз әзірге. Енді өздеріңіздің қалауларыңызша варенье қоссаңыздар болады. Менде джем. Осылай жағып шығамыз барлығын. Енді екінші бөлшек қамырымызды жайып алып, осылай жіңішке етіп кесіп шығатын боламыз. Бұл біздің пирогымыздың бетінде болады. Енді қойып шығамыз. Барлығын қойып болғаннан соң жан-жанындағыларды осылай түсіретін боламыз бетіне. Піскен кезде әдемі болып шығады, және де 180 градуста 15-20 минут пісіреміз. Міне менікі пісті, осындай әдемі болып шықты. Енді формамыздан алып, осылай тарелкамызға ауыстырып аламыз. Бетін қалауыңызша әсемдесеңіз болады, сахарная пудра сеуіп қойсаңыздар болады. Мен сеппедім. Енді кесіп бере берсеңіздер болады, бірақ міндетті түрде бірінші суытып алу қажет болады. 2 сағаттай уақыт. Осында песочный пирог жасап көріңіздер. Ұнаса міндетті түрде подписка жасап кетіңіз.